менің оқырмандарым, қал жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Маған сіздерден сұрайтыным, маған подписка жасап лайк басыңыздар. Бір оқырманымнан сұрақ келіпті. Апай, мен жаңағы жұмысқа өзімді, ұнамайтын жұмысқа өзімді сүйреп апарып, сүйреп келіп жүрмін. Көптен бері көңіл күйім жоқ. Сол жұмыста істей берсем қалай болады білмеймін, шаршап жүрмін деген сұрақ қойып жіберген. Сұрақ белгісін қойып маған жіберген. Ол оқырманым сұрақ қойғасын, ол әлемде ол сұрақтың жауабы бар. Сондықтан ол сұрақтың маған жауабы келді. Мына жұмысқа егер мына денемізді сүйреп жұмысқа апарсақ, мына денеге біз қожайынбыз қазір. Ол атам қазақ баяғыдан бері айтқан, адам адамға қонақ, денеге, жан денеге қонақ дегендей, біз мына дененің, мына қазір мына жер бетінде өмір сүріп жатқанда, мына дененің қожайыны бізбіз. Мына қазір мына уақытта, міне қазіргі өмір сүріп жатқан уақытымда, мына Бағдагүл, жаным Бағдагүл, мына денеге мен қонақпын. Сондықтан мына дененің қожайыны менмін. Қаяққа барам, қаяққа келем, оны өзім шешем. Сондықтан мына денені күнде сүйреп жұмысқа ертеңгісін апарып, кешкісін сүйреп әкелсем, бұл дене, значит, бұл денеге ұнамай тұр сенің істеп жатқан жерің. Сондықтан ол денені сүйреп апарып, сүйреп әкеліп, білмеймін қанша жыл ол келіншек сүйреп апарып жүрген, сүйреп әкеліп жүрген, мен білмеймін. Бірақ маған келген жауап, егер күнде сүйреп апарып, сүйреп әкелсе, бұл дене ертең бағынбай кетеді. Біз денені тыңдауымыз керек, жүректі де тыңдауымыз керек. Бүкіл дене мүшесімен адам былай қарағанда синхронды жұмыс істеу керек. Сенің жұмысыңда сенің қалауыңмен жұмыс істеуің керек. Ол жұмысты сен жақсы көріп, ертеңгісін сен жұмысқа жүгіріп барып, кешкісін үйге жүгіріп келуің керек, жұмыстан қуанып. Сондықтан ертеңгісін сен жұмысқа кетіп башқанда, ол жұмысқа сен қуанып баруың керек. Ал егер сен ол жұмысқа өзіңді сүйреп апарып, сүйреп әкеліп жүрсең, ол мына дене мүше, значит, ол жерде сенің жүрегің жақсы көрмей тұр, ол жерде аяғың жақсы көрмей тұр. Ол жердегі адамдармен сенің неңді сәйкес келмеуі мүмкін. Волналарың әр адам бір волна. Ол жерде сенің нең сәйкес келмеуі мүмкін. Сол жерде істеп жатқан ұжымдағы адамдармен сенің көзқарасың, бір волнаң, біреу бар. Сондықтан ол жерге сен өзіңді сүйреп апарып отырсың. Басқа несе, өмірде не көп? Алла біздерге өмірде есікті көп. Ол есікті, значит, сен ұнатпасаң, ол есікті жауып, басқа есікті ашуың керек. Өмірдің заңдылығы солай. Алла не көп біздерге мүмкіншілік көп беріп отыр. Мына есікті, значит, сен жабуың керек. Бір есікті жаппай, бір есікті сен аша алмайсың. Значит, басқа жерге барып, басқа жерде тағы көріп өзіңді. Солай жасауың керек. Маған келіп тұрған жауап сол. Оқырманыма жазып жібердім. Мен саған арнап бір видео түсірем, содан өзіңнің ішіне керек затты аларсың деп. Сондықтан маған келген жауап сол. Адам баласы өзінің ұнайтын затын істеу керек. Өзінің өмірін сүру керек қой, былай қарағанда. Жаңағыдай сүйреп апарып, сүйреп әкелу деген сөз, ол өзің үшін өмір сүру емес деген сөз ол. Сондықтан ол аяқ болсын, қол болсын, бүкіл дене мүше, жүрек болсын, бәрі дене мүшеге жатады. Оны сүйреп апару олай болмайды. Адам бүкіл дене мүшесімен келісіп алу керек. Адамның, значит, ұнатпай тұрма, ол, значит, бір дене мүшесіне ұнамай. Вообще бүкіл дене мүшеміз бізге сигнал береді. Бүкіл сол сигналды адам түсініп, қабылдап, үйрену керек.
мына денемен адам синхронно жұмыс істеп үйрену керек. Значит, ол жерде сен ұнатпай тұрсың ба, значит, ол жерде саған бір адамында сәйкестік жоқ, или саған жүрегің қаламайтын жер. Сондықтан Алла біздерге пәленбай мүмкіншілік беріп тұр. Сондықтан ол жердің есігін жауып, басқа жердің есігін ашуға, ол да бір толчок, бір мүмкіншілік дегенде болады. Сондықтан ештеңеден қорықпай, ол есікті жауып, басқа есікті ашуымыз керек. Еще маған келген ақпарат, адам, мысалы, адам өзінің кәсіп емес, бір жерде жұмыс істесе, найым дейді, не дейді, ең көп дегенде 5 жыл отыру керек ол жерде. Я 7 жыл, я 5 жыл. Содан кейін орын алмастыру керек. Чтобы сенің өміріңде өзгеріс болу үшін, 5 жыл, ең көп дегенде 7 жыл, содан кейін жұмыс орнында адам жиі алмастырып тұру керек, чтобы өзгеріс болу үшін. Сендерге, оқырмандарым, мына ақпарат шамалы пайдалы болса, өздеріңізге түртіп аларсыздар. Маған тағы да сіздердің өтінетінім, лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Келесі кездескенше күніміз жақсы болсын. Тағы да маған сұрақтарыңыз болса, сұрай беріңіздер. WhatsApp номерімді мына видеоның астына тіркеп кетем. Бірақ көп адам менің номерімді біледі, WhatsApp'та менде біраз адам отыр. Сондықтан оқырмандарым, сіздерге мыңда бір рахмет. Подписка жасап, лайк басып, қолдап атқандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше күніміз жарқын болсын. Әумин.